Армысыздар құрметті тыңдарман, қызық әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бұл әңгіме 18 жастан асқан ересектерге арналады. Күйеуім ұзақ жолға фура айдайтын шофер. Мен келін болмай тұрғандақ сол жұмысты бастаған. Келін болып келгелі 15-ақ күн үйде болды. Содан кейін үнемі жолда. Арасында бір апта ғана үйде болады, басқа уақытта жолға, жұмысына кетіп қалады. Алғашқы сол 2 апта үйде болған кезде мен көтере алмадым. Кейіннен де күйеуіммен қанша болсақ та арада еш бала пайда болмады. Негізі екеумізді ата-аналарымыз таныстырып қосқан болатын. Бұлайша өзі маған суықта емес, мен де қыз күнімде ешкіммен танысып, достасып, жігітпен қыдыра қоймағанмын. Ал ата-енем үлкен қарт кісілер. Үйіміз әдеттегідей үлкен, 2 қабатты. Оңтүстікте көп үйлер осындай болып келеді. Үйдің кенжесі болған соң, үнемі үйде үшеуміз ғана. Жаз айлары мен каникулда ғана басқа бала шағасынан тараған немерелері келіп жатып кетеді. Осылай 2 жыл уақыт суылдап өте шықты. Мен әлі құр аттай салт басты бала көтере алмай жүргенмін. Қыс мезгілі еді, күн суық, әсіресе солтүстік облыстарда қар борап, 2 апта боран тұрды. Ресейге кеткен күйеуім шекарада ұзын сонар кезектің соңында қалып, үйге келмегеніне 2 айдай уақыт болды. Жаңа жылда да үйде болмады. Кейінгі келген кезінде маған мүлдем жоламады. Себебі жолда жезөкшелермен боламын деп ауру жұқтырған болуы керек. Өзімен өзі әлек болып, укол салдырып, әбігерге түсіп жүрді. Оның ауырған түрін көріп, тек жағдайын ғана жасап қойдым. Маған түнде жоламақ түгілі қасыма жатпады да. Содан кейін қайтадан жұмысына кетіп қалған. Ендігісі мынау әлі жоқ. 2 айдай әлі үйіне жете алмай, боранға ұрынып, ұзын сонар шекара кезегінің ең соңында тұр. Ал менің еркек құшағын көрмегеніме 4 айдан да асып кеткен. Қысқы каникул бітіп, үйдегі ата-енемнің шуылдаған барлық немерелері үйіне тарқасып, үйіміз тым-тырыс кез басталды. Ата-енем қарт кісілер болған соң, олар астыңғы 1-ші қабаттағы бір бөлмеде ұйықтайтын. Мен бір өзім 2-ші қабатта ұйықтайтынмын. Сол күні кешкісін кешкі асты шейін деп жатсақ, үйге атамның қарындасының ұлы келе қалмасы бар ма? Тым-тырыс кешкі тамақты ішетін біз көңілденіп, көңіл күйіміз көтеріліп қалдық. Бұл жиен қайнағамыз өте пысық, өзі сымбатты, жүрген жері у-да-шу әзілкеш. Айналасындағы адамдарды аузына қаратып отыратын ашық жарқын мінезді жігіт еді. Жетісайға бір жұмыспен шығып, соны бітіріп келе жатқан беті екен. Менің күйеуімнен 2-3 жас үлкендігі бар болған соң, ол кісіге сәлем салып, келін болып жүргенмін. Өзі Шымкент қаласында отбасымен тұрады. Кәсіпкер. Бір кемшілігі 4 қызы бар, ұлы жоқ еді. Келіншегі 5-шісіне де аяғы ауыр, бірақ ол да қыз деп узи көңіл күйлерін түсіріпті. Содан не керек, қайнағамның әңгімелеріне құлақ құрышын қандыра отырып, кешкі асты көңілді іштік. Ата-енем де мәз болып қалды. Негізі біздің үйдің 2-ші қабаты түгел жатын бөлмелер болатын. Енем сол жоғары қабатқа жиен қайнағама төсек салып беруін айтты. Шай қойып, ол қайнағанша жоғарыға шығып төсекті салып келдім. Содан кейін кешкі шайды ішіп болғанша біраз уақыт болды. Ата-енем шайдан соң бөлмелеріне кіріп кетті. Қайнаған болса, ол да темекісін шегіп келіп, мен айтқан үстіңгі қабаттағы төсек салынған бөлмені сұрады да 2-ші қабатқа көтерілді. Менің көңілім қайнағамның әңгімелерінен кейін көтеріліп, ыңылдап жүріп, ас бөлмені жинадым. Бәрін тазалап, асықпай үстіңгі қабатқа көтеріліп,
Мен де бөлмеме кіріп жатып қалдым. Ұйықтап кеткен едім. Түннің бір уағында шошып ояндым. Біреу маған қарап тұрғандай болды. Бастырылдым ба деп шошындым. Көзімді ашып қалсам, біреу маған төніп келеді екен. Аузымды қолымен жай ғана жауып, содан кейін мені сүйе бастады. Мен негізі пижамамен ұйықтай алмайтынмын. Төсекке тек іш киіммен ғана жатқанмын. Үстімде төс тартқышым да жоқ еді. Қайнағамның қолдары омырауымды сипалағанда-ақ мен сезімге беріле бастадым. Ол қысып жіберген кезде даусым да шыға жаздады. Содан кейін бір қолы сырғып төмен түсіп кетті де, төменгі жағымды іш киім сыртынан сипалай берді. Мұндай құшақ көрмеген мен ләззатқа бата бастадым. Әккі, сұлу қайнағам әйелді қалай ерітудің маманы сияқты. Сумаңдаған қолдары іш киімімді шешіп те үлгерді. Менде қарсылық дегенді мүлдем ұмытып, басқа бір әлемге енгендей күй кешіп жатырмын. Бір қолымен менің қолымды алды да өз сайманын ұстатып қойды. Ал ол темірдей болып ысып тұр екен. Әрі жуан ба, үлкендеу сияқты. Мен қалай талтайып, өзім екі қолмен ұстаған қайнағамның асауын өзімнің ысып суып, суланып дайын тұрған ыстық ұяма әкеле бергенімді де байқамай қалдым, икемделіп. Даусым шықпасын деген болуы керек. Ол менің бетіме жастықты алып тастай салды да өзі іске кірісті. Шынында асауы үлкен екен. Менің көзімнен жұлдыз ұшып, өмірде мұндай төсек ләззатын алмағаным білінді. Майдай еріп барамын. Асықпай баппен қимылдаған қайнағам да ұзақ уақытқа шабады екен. Қақпақтай жауырынан сипалап, мен жатырмын дірілдеп. Ордалы жыландай оратылып, екеуміз 2 сағаттай жанасып жаттық. Қайнағам өз бойынан 3 рет шығарып, мені әбден көжеге тойдырды. Артымнан келген төсегім бірінші рет дәл бүгінгідей арпалысты көрмеген шығар. Біздің бар күнәлі ісімізге үнсіз куә болып жатты. Бір-бірімізден әбден керек сыбағамызды алған соң, қайын ағам үстімнен түсіп, екеуміз құшақтасып, біраз сыбырлап сөйлесіп жаттық. Сондағы оның айтқаны: «Келін, күйеуің төсекте әлсіз бе?» деп сұрады. Мен: «Иә, сізден көп әлсіз екен», дедім ұяла. Мұндай керемет қатынас мүлде болмаған деп мен де ағымнан жарылдым. Сол кезде ол тағы: «Сенің күйеуің екеуміз Шымкентте жігітті құрып бойдақ кезде бірге жүргенбіз. Сол кезде оның қауқарын байқағам. Екеуміз көңіл көтеруге бір қызды жалдасақ, ол бір-ақ рет барып қоя салатын. Ал ол қыздың қызығын мен ол кезде бойдақпын, таң атқанша әурелейтінмін. Әрі сенің күйеуің негізі бедеу-ау. Сенің көтермей жүргенің де сол. Себебі оның ұрығы сұйық болатын су сияқты» деп айтып салды. Мен бәрінде білемін деді. Осындай әңгіме айтқан соң, ол өз бөлмесіне мысықша басып, мені сүйді де кетіп қалды. Ал мен таң қылаң бергенше алған ләззатымның әсері мен қайнағамның айтқан жаңалығынан ұйықтай алмай, көзім бақырайып жатып қалдым. Таң ата көзім де ілініп кеткен екен. Таң ертең атып тұрсам, сағат 8:30 екен. Төменгі қабатқа түсіп, ата-енеме кашасын жасап берейін деп тұрсам, олар өздері менен бұрын тұрып, шәйлерін қойып ішіп отыр екен. Мен ұялып, сәлем салып сыртқа шықтым. Қайнағам көрінбейді. Сыртта машинасы да жоқ. Жуынып, шайынып, шайға келіп отырып едім. Ата-енем: «Сенің ұйқыңды қимадық. Кеше ыдыс аяқ жудың, асхана тазалап, кеш жаттың ғой» деп оята қоймадық. Өзіміз газға шайды қойып ішіп отырмыз. Қайнаған жаңа ғана кетіп қалды. 1-2 кесе шайды асығыс ішті де, кешігетін болдым деп шығып кеткен. Осы жиен бала келсе, бір көңіліміз көтеріліп қалады, деді екеуі мәз болып. Мен де іштей мәз болып, өзімше отырмын. Осыдан 1 апта өтпей-ақ күйеуім де келіп, мәре-сәре болдық.
Екеуміз қосылғанымыз өткен жолғы қайнағамен болғандай болмады. Бірақ мен еш сыр білдірмедім. Күйеуім мені сағынған екен, осы жолы үйде бір айдай болды. Екеуміз Шымкентке барып, әбден қыдырып қайттық. Қайнағамның үйіне де соқтық. Мен оған сәлем салдым. Жүзіне қарай алмадым. Абысыным да уағы жетіп босанайын деп жүр екен. Саған да жұғысты болсын деп, маған ақ тілегін арнап мәз болып жүр. Әйелі өте жақсы адам. Қыздары да бірінен бірі өткен, әдемі, тәрбиелі. Бір уақытта қол жууға жуынатын бөлмеге кірсем, қайнағам да сол жерде қолын сүртіп тұр екен маған. Сенің аяғың ауыр, менің ұлымды осы сен туасың-ау деді де тез бөлмеден шығып кетті. Қолымды жуып тұрып, айнаға қарасам, толысып кеткенмін ба, менде де бір өзгеріс бар екенін сезіп көрдім. Кейін ауылымызға келіп, күйеуім жұмысқа кетерінде менің жеріктігім де басталды. Үйдегілердің бәрі мәз, күйеуімде еш жоқ. Қолды аяққа тұрғызбай дәрігерге апарды. Тест алдық, анализ тапсыртты. Шынында аяғым ауыр екен. Енем қуанып, көршілерге құрсақ шаша жасап, бұны атап өтті. Күйеуім жұмысына мәз болып кетті. Сол кезде барып, ол шынын айтты. Негізі ауру жұқтырғаннан кейін ол жақсылап ем алған екен. Шекарада тұрмын деп, маған өтірік айтып, Жаңақорғанға барып емделіп жүрген екен. Бұл соның нәтижесі деп ойлап жүр. Бірақ ішімдегі баланың қайнағамнан екенін білемін. Себебі менің денемді тоқ ұрғандай әсер қалдырғаннан бойыма бала біткенін мен сезгенмін. Ал күйеуім қанша емделсе де одан әлсіз еді. Қазір аяғым ауырлағанына 8 ай болды. УЗИге түссем ұл бала деді. Күйеуім естіп риза болды. Ал қайнағамның әйелі 5-ші қызын босанып алған. 6 айдай уақыт болды. Олар да менің аяғымның ауырлағанына қуанышты. Жақында күйеуім екеуміз Шымкентке барып, тағы да УЗИге түсіп, дені сау ұл бала екенін айтқанда, қасымызда тұрған қайнағам маған жалт қарап күрсініп қалды. Оның айтқаны айдай келді. Күйеуім оны басқаға жорып, жиенінің арқасынан қақты да, қорықпа, сенің де әйелің келесі жолы ұл туып береді деп, қайнағамның арқасынан қағып жұбатып қойды. Әңгіменің соңы.